Askeri yetişi, 10. sınıf okursları alғашқы askeri технологиясы дайын сабағы дайын. Раббы қалаудан сақладыр. Қалайсың ба? Сылап! Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда біздер тренингпен бастаймыз. Біздің тренингіміздің аты сарбаздың бойындағы қасиетті білуіміз керек. Мұны қарап отырмыздар. Так, бастайық. Қай топтан бастаймыз? Мен болашақ сарбаз ретінде қайратты болғым келеді. Рахмет. Келесі? Мен болашақ сарбаз ретінде ержүрек болғым келеді. Жақсы. Мен болашақ сарбаз ретінде адал болғым келеді. Мен болашақ сарбаз ретінде рухты болғым келеді. Жақсы. Мен болашақ сарбаз ретінде ұлтжанды болғым келеді. Мен болашақ сарбаз ретінде намысты болғым келеді. Жақсы. Мен болашақ сарбаз ретінде төзімді болғым келеді. Мен болашақ сарбаз ретінде шықшы болғым келеді. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Оқушылар біздер екі топқа бөліне қояйық қазір. Так, міне Ерхан, Жаңгүлі, Шоқолар топқа бірінші топ болып есті, екінші топтан Сәке, Еркенат, жаңында Самал. Ауыса қояйық, ортамызбен. Оқулықтарыңызды, дәптер құралдарыңызды бірге алып кетеміз. Оқушылар үйге берген тапсырма Калашников автоматы мен қол пулеметінің механизмдері бөлшектері туралы қазір тапсырма орындаймыз. Бұл қандай автомат? Оның қандай бөліктерін білесіңдер? Үй тапсырмасын біздер карточка арқылы қазір барлығымызға таратып, үй тапсырмасын тексеріп алайық. Оқулықтарымызды жауып қоямыз. Осы карточкада берілген автоматтың бөлшектері орындауымыз керек. Кім қаншалықты орындап шығады? Екеуіне үшеуіне бара беріңізші. Так, рет бойынша толтырамыз. Тапсырмаларымызды тиянақтап аяқтаймыз, тездетейік. Так, тақтаға шығып, тақтадан да көрсету болады, осы жерден тапсырмаларымыз. Келіңіз. Тапсырманы орындау болады. Мына тапсырмадан басып, атауы шығады. Атауын тауып алуымыз керек осы жерде. Келесі. Келесіні көрсете ғой. Жақсы. Так, білмей қалып жатса, келесілеріміз дайын отырамыз, осы жерде көрсете қоямыз. Жақсы. Так, бар ма, жерде қалып қой, біреу қалып қой. Үш қате шықты бұл жерде, Сәкеден. Кім зүйді? Отыра ғой, Сәке, рахмет саған. Келесі. Кім зүйі қояды орындарын? Кімді дауысып кетті бұл жерде? Мына, белгілегендері, қызылмен шыққандардың бәрі қате болып түсті. Үш қате болып қалды. Келе ғой, келе ғой. Жардым келіп зүйіміз дейді. Қателескен жерлерін. Сенің бойынша қандай болып келеді? Бөлшектерді. Екеуі бар. Сонда.
Қай жерде көрсетіп тұр бізде? Қай жерде көрсетіп тұр? Калашников автоматын. Қай бөлімде көрсетіп тұр? Жоқ, айтып берсеңіз. Тексере ғой, дұрыс па, дұрыс емес пе? Керемет дейді, тапсырма орындалды дейді. Өте жақсы. Жарайсың? Так, тапсырманы кім болды? Капчықты кім болды? Тез айта қояйын. Мен оқып жүрмін. Келді, Ерхан. Орнында отырып беремін. Бірінші нөмір бұл өзде атқыш механизм, яғни ағартқыш механизм. Екінші тежеуші компенсатор. Үшінші ұңғы қорабының тартпағы. Төртінші нөмірде бізде газ піспегі бар бекітпе жақтауы. Бесінші нөмірде бекітпе, алтыншысы қайтару механизмі. Жетіншісі ұңғы қапсырмасы бар газ түтігі. Сегізінші құндақ, 9 оқжатар, 10-ші нөмірде сүңгі пышақ, 11 сүмбі, 12-ші керек жарақтар пеналы. Және 13-ші нөмір ең соңғысы бізде жалын өшіргіш болады. Жақсы, өте жақсы. Сіз доктор қойдыңыз. Біріншісі соққыш ағытқыш механизм, екіншісі тежеуіш компенсатор, үшіншісі ұңғы қорабының қақпағы, 4 газдың піспегі бар бекітпе жақтауы, 5 бекітпе, 6 қайтару механизмі, 7 ұңғы қапсырмасы бар газ түтігі, 8 құндақ, 9 оқжатар, 10 сүңгі пышақ, 11 сүңгі, 12 керек жарақтар пеналы, 13 жалын сөндіргіш. Жақсы. Жақсы, керемет. Біздер бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі атыстайды тарау бойынша екінші тақырыбымыз дедік. Сабақтың тақырыбы калашников автоматы, қол оқшашарын жартылай бөлшектеу және құрастыру деген тақырып. Бұнда оқу мақсаттары оқушыларды калашников автоматын жартылай бөлшектеу және құрастыру ретімен автоматтың бөлшектеу мен механизмдері, сондай-ақ патрондарының құрылысы және қолдануымен таныстыру. Жаңа тақырыпты барлығымыз дәптерлерімізге жазамыз. Бүгінгі күнін жазып, дәптерлерімізге жазып отырып қоямыз. Так, ас дайындығы бойынша екінші параграф. Осы тақырып бойынша мәтінмен танысып шығамыз. Дәптерлерімізге жазып. Жаңа тақырып бойынша бейнеролик бар, сонымен танысып шығайық. Бірінші Калашников автоматын бөлшектеу және жинақтау тәртібін үйретеміз. Ең осымен Калашников автоматын бұзған уақытта бірінші оқжаттарды бөлшектейміз. Содан кейін сақтанды түсіріп, оқжаттарды қайтарып оқытаймыз да, болып қалып жоққа тексеріп атамыз. Содан кейін финал керек жарағымен бөлшектейміз. Содан кейін біздерде жалын өшіргіш компенсатор права қолданамыз. Сүңгіні аламыз. Автомат негіз қойып, қорабын тақпағына өшіргеніміз. Қайтармалы механизм. Бекітпе жақтауына бекітпені ажыратамыз. Оқу басылмасы газ түтігін алып ажыратып автоматты толық емес бөлшектеу аяқтады. Енді қайтадан жинауға кері қарай газ түтігі оқу басылмасынан басталады. Бекітпе жақтауына сәттіреміз. Толық қайтадан әкеліп бекітпе жағдайға қоямыз. Одан кейін сүңгіні бекітеміз. Сүңгіні қосамыз. Келесі жалын өшіргіш. Қалай бөлшектенеді, сосын жаңағы қайтадан жинақтау тәртібі. Келесі жерде осы тақырып бойынша біздер постер қорғаймыз. Постер қорғаған кезде біздерде дайын істерге берілген плакатпен. Осы плакаттағы реттілігін көрсетеміз. Бірінші топ командасы өздеріңіз автоматтың бұзу жағын көрсетесіз. Так, келесі біздерде тапсырма топтық жұмыс болып келеді. Постер қорғаймыз. Бұнда автоматтың бұзылу және жинау реттілігін екі бөлек көрсетеді. Бағалаймыз екі жұлдыз, бір тілекпен өзіміз екі топ бір-бірімізді бағалаймыз. Түсінікті ғой? Қазақстанның әскері Калашников автоматтарын қолданады. Белгілейміз, басына жаза қойған автоматты бөлшектеу реттілігі. Келесіден автоматты
жинастыру реттілігі деп. Болды. Тапсырманы орындап. Ерте ортаға шығамыз. Топ болып шығамыз барлығымыз. Көмектесіз бе бұрамызға? Біздің стрең тақырыбымыз арқа 74 бүтін құралу реттілігі. Біріншісі реттің ол газ түтігі, екіншісі бекітпе, үшіншісі бекітпе жақтауы. Төртіншісі бізде қайтарма механизмі, алтыншысы ұңғы қақпағы. Жетіншісі сүмбі, сегізіншісі тежегіш компенсатор. Тоғызыншысы оңжаттар деп аталады. Келесі топ ортаға шығамыз. Дайынбыз ба? Иә, дайын. Мына өшкенді қайтарыңыздар. Бізде автоматты бөлшектеу реттілігі бірінші оңжаттар, екіншісі терек жарақ пеналы, үшіншісі тежеуіш компенсаторы. Бізде 4-ші нөмірін берген сүмбі, 5-ші нөмірі ұңғы қорабының қақпағы, 6-шысы қайтармалы механизм. Ал мен жалғастырамын, 7-шісі бекітпе жақтауы, 8-шісі бекітпе, 9-шы соңғысы ұңғы қапсырмасы бар газ түтігі. Жақсы. Енді осы тапсырма бойынша екі жұлдыз бір тілек қайта қояйық. Екі топ бір-бірімізді бағалаймыз. Қай топ бастайды? Бірінші топ или екінші топ? Ағай, мен айтайын. Қайта қояйық. Қарсы топтың тапсырмасы өте жақсы ұнады біріншіден. Екіншісі жақсы орналастырған, ал бір кішкене болмай қалған жақтары, бұл жазулары дұрыс көрінбей қалған, сандары да дұрыс көрінбеді. Жақсы. Так, екі жұлдыз бір тілегі кішкене анықтау болмай қалды дейді. Так, екінші топ сіздер. Екі жұлдыз бір тілек айта қояйық. Естіз айта қояйық. Бірінші топ арқа 74 тапсырмасын бұзылуын жақсы түсінді. Нөмір деген болатын. Мен болсам, бұл бұзылуын нақтырақ түсіндіріп айтатын едім. Жақсы. Рахмет. Тірек сөздер символдар әдісі. Мұнда да тағы топтық жұмыс болады. Сіздерге топтық жұмыстарға екі топ өздеріне берілген суреттерді автоматтың бөлшектермен атауын сәйкестендіріп фигура құрастыру. Дәл реттілігін орналастыру дейді. Реттілігін орналастыруларыңыз керек. Түсінікті ғой, қазір қолдарыңызға берген сол фигураларды құрап шығуыңыз керек. Тез аяқтап қана тапсырманы. Так, ұңғылық тежеуіш компенсаторы, реттілігі, так, бекітпе. Жақсы. Қайтармалы механизм ұңға. Ұңға деген үшеу берілген екен. Так, орындарды тауып біле қой. Так, бір шамалыңызды қара қояйық мұны. Бұны қараңыздар, қалай болшы көріп, сіздегі фигураларыңыз осылай кезде. Так, екі топта дұрыс тапты, жарайсыңдар. Қауіпсіздік ережесі, автомат бұзған кезде қауіпсіздік ережесі сақтауымыз керек. Бірінші автомат бөлшектеу алдында үстел таза, тегіс болу керек. Қолғап күйі міндетті емес, бірақ саусақтар бос болу керек. Не себепті да? Бөлшектерін бөлек алу үшін. Келесі, екінші автомат бөлшектерін бір-біріне соқпаңыз. Үшінші, механизмнің бағытталған жаққа көтерілуге тыйым салынған дейді. Төртінші, қақпаша көтерілген кезде саусақ қысып қалуына қадағалау керек. Бесінші, жұмыс тек мұғалімнің бастау командасынан кейін жасауымыз керек. Келесі, алтыншы, тоқта командасы абсолютті тоқтау, ешқандай қозғалмай қалады. Так, жетінші, механизмнің ұсақ бөліктерін үстел үстіне қойып, қолмен ұстап, ойланып жасауға болмайды дейді. Түсінікті ғой? Жұптық жұмыс таяғандар. Мына жұптық жұмыста сарбаз бақылаушы деген бір оқушы орындайды, бұл кезде автоматты бұзып жинап реттілігін көрсетеді. Екінші топтан келіп, оны бақылаушы жүргізген кезде қауіпсіздікті сақталды ма, рейді сақталды ма, уақыт нормативі орындалды ма, қатер болды ма, соны қарап балын береді. Түсінікті ғой?
Жақсы. Так, бірінші топтан автомат бұзуға бір адам, сіздерден бақылаушы бір адам шыға қойыңыздар. Мишаш. Келе ғой. Мына жерге ортаға келеміз. Бақылаушы топ ана жерге тұрамыз. Сіз қарап тұрасыз кішкене. Ана жерге тұрамыз. Жамбыл кешеге тұрады, жақсы. Орталаушы бұзып, реттілігімен қоямыз. Бақылаушы қарап тұрамыз. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Баста. Sen bölçekte hayatta bozdun da. Жандос бақылап тұрса, қарап тұрса. Дұрыс бұзылды ма да реттілігі. Қазір толтырамыз бұл жерде. Қатер болса, соны қоямыз жерге. Так, дайынсың ба? Жинауға? Жинауға? Баста. Жаттығуды аяқтады. Так, Жандос келіп жерге бағалауы. Так, дұрыс, рентлігі дұрыс па? Так, жақсы, уақыт нормативі, біздер енді уақыт нормативі уақыт алған жоқпыз, бастап жаңада үйренмесіздер ғой. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Так, келесі біздердің әдісіміз сұрақ жауап әдісі. Так, жауынгерлік тапсырма, бұнда ситуациялық деген ситуациялық сұрақтар беріледі. Екі топ бір-біріне сұрақ қоямыз. Сұрақ қойып жауап аламыз. Соған дайындаламыз. Так. Уақыт берейік, сіздерге 1 минуттай уақыт жете ме? Иә. Жақсы, сұрақ жауаптарыңыз дайын ба? Қай топ? Дайын, басылсын. Так, екінші топ бастай беріңіздер. Менің бірінші қоятын сұрағым, автоматты бұзу кезде неден бастау керек? Оқжаттардан. Иә. Екінші сұрағым, автоматты ату үшін қолданылатын автоматтық бөлшектері. Ең бірінші автоматты ату барысында иыққа тіреу үшін жаңағыдай ыңғайлы болу үшін алдымен дым қолданылады және қолға ұстау мақсатында тымдап қояды. Дұрыс па жауабы? Иә. Жауабы дұрыс дейді. Жақсы. Дайынсыз ба? Рас, бастаңдар. Қоя қойдар. Сіздер сұрақтарыңызды. Автоматты ыңғайлы ату үшін не қолданылады? Дүрмен қуаншы салады. Дұрыс. Қоям. Сіздерді автоматты бұзу кезінде, ал енді жинау кезінде ең бірінші қолданылатын құрылғы жаңағыдай механизм. Атауы. Газ түтігі. Сұрақ жауап әдісін біздер аяқтадық. Сұрақтарыңызға жауаптарыңызды алдыңыздар екі топта, да? Солай ма? Иә. Біздер келесіде біздерге жеке жұмыс болады. Бұл кезде сіздерге сұрақтар қойылып тұр. Нысанына дәлдігі деген. Бірінші сұрақта автоматтың негізгі неше бөлігі бар дейді. Екінші сұрақта патронды қандай бөліктерден тұрады дейді. Үшінші газ қошының қызметі қандай. Төртінші жартылай бөлшектеу не үшін жүргізіледі. Так, бірінші топтар сіздер бірінші, екінші сұраққа жауап бере алмайсыздар. Екінші топ сіздер үшінші, төртінші сұраққа жауап бере алмайсыздар. Түсінікті ме? Иә. Так, жақсы, кірісейік. Дәптерлерімізге жазамыз толықтай. Дайындаламыз. Бұнда топ жасағанмен жеке болады. Әркімнің жеке бағаланады. Түсінікті ғой, да? Иә. Жақсы, бастаймыз. Мен сұқылмай ма? Так, бірінші топ кім айтады? Кім дайын? Мен сөйлеймін. Келу. Орнын айта береміз. Бірінші сұрақ, автоматтың неше негізгі бөлігі бар? Жалпы автоматтың 10 негізгі бөлігі бар. Олар ағытқыш механизм, екінші
екіншісі тежеуіш компенсатор, үшіншісі ұңғы қорабының қақпағы, төртіншісі газдық піспегі бар бекітпе жақтауы, бесіншісі бекітпе, алтыншысы қайтару механизмі, жетіншісі ұңғы қапсырмасы бар газ түтігі, сегізіншісі құндақ, тоғыз ожатар, оныншысы жалын сөндіргіш. Жақсы. Отырау. Төртінші сұрақта кім жауап береді? Тоқсан балма. Төртінші сұрақ, жартылай бөлшектеу не үшін жүргізіледі? Жартылай бөлшектеу оны тазалау, майлау және қарап тексеру үшін жасалады. Толық бөлшектеу автомат өте қатты ластанғанда, қар немесе жаңбыр астында қалып қойғанда, сонымен қатар жаңа майлау түріне ауысқанда және жөндеу кезінде орындалады. Автоматты бекерге бөлшектеу оның бөлшектері мен механизмдердің тозуын тездетеді. Жақсы, өте жақсы. Дұрыс, қазір айтамын. Автоматты тек бұза беруге болмайды. Бөлшектердің үстіне бұзған кезде бір бөлшектің үстіне екінші бөлшек ұстауға болады. Оны майлап, тазалап, күтіп ұстау керек. Автомат әр сарбаздың өзінің жеке қару болып табылады. Білесіздер оны. Келесі тізімде кім дайын? Кетке айтып отырсыз. Газ поршенінің қызметі қандай? Газ поршені дәрі газдардың қысымын пайдаланып, бекітпе механизмін қозғалтып, автоматты түрде қайта оқталуын қамтамасыз етеді. Жақсы. Автоматты бөлшектеу тек механикалық әрекет емес, ол дәлдік, тәртіп және жауапкершілік өнері дейді. Келісеміз бе осыған? Иә. Жақсы. Біз аяқтай келе, мына сабақ басында айтқан оқу мақсаттары. Оқушылар калашников автоматтың жартылай бөлшектеу және құрастыру ретімен автоматтың бөлшектерінің механизмдері, сондай-ақ патрондардың құрылысы және қолданумен таныстыру дейді. Бізде таныстық па? Автоматты біз үйрендік пе? Реттілігін білеміз бе? Жақсы. Онда бізде кері байланыс бере қойыңыздар. Санағымызды қорытындай келе, кері байланыс мына жерге келіп өздеріңіз белгілейміздер, рефлексия жасаймыз. Келе қойыңыздар. Кезек шығарып келе өзді. Бұдан кейін бір бара беріп болады. Калашников автомат бөлшектеу жинақтау, ол атыстайны тарау бойынша екінші параграф сіздерде. Тапсырма, бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.